Аятта ойлы адамлар бар ки, оларны көргенде қалбіңіз нұрлана, yüzünüz айдынлана. Оларның шақсиетінде инсаниетлік, алиженаплық атеші янып тұра. Бойлы адамлар аятның бір саасында, емекчілер арасында олсын, зиялылар арасында олсын, ерде раст келелер. Бұ сой адамлар санааткар, яхут yazıcı олсалар, олар yüzükке қойылған көз ташқа бензетіле. Оларның шахси фазилетлері эсерлеріне абыша. Бойлы адамлар дайыма көрішіп тұрған 5-10 адамның көңліні дегілде, белки бинглернен, миллионларнен адамларның көңліні айдынлаталар. Yazıcı Шамиль Алядин ойлы санаткерлардан бірідір. Эдебиятның төрінде мұнасып ер алған Қырым милли эдеби Шамиль Алядин. О 1912 сенесі июль 12-де Yüksek Aypetri дағының етігінде ерлешкен Махуйдур көйінді дүнияға келді. Ханлар шері Қадеби Бақчасарайда мектебінде оқыды. Мында оның өжасы мешур педагог Яғя Наджиб Байбуртлы олды. Айнен о Шамиль Алядинге эдебиятқа sevgini ашлады. 15 yaşında ekende Шамиль Алядин Яш Кувет матбуатында ilk şiirini нешір етті. Бұл шиир мешур шаир Исмаил Гаспринскийге бағышланған. Бұндан сон оны мектептің ұжалар одасына чағырдылар. Яғя Байбуртлы кесінің көзі өгінді genç Шамильге сарылды ве мақтап газетадаки шиирini көстерді. Ұжа бойлы айтты. Шамильден mükemmel bir söz ustası çıkacak. Мектепні бітірген сон оны Баку университетіне yollamak lazım. Мында бізге бұл университетте профессор оларақ çalışkan Бекир Чобанзаде ярдым етежектір. Баку университетінде Шамиль Алядинге оқымаға хызмет olmasa да, ұжасының бұл кебі сөзлері оны elbette ilhamlandырды. Мектепнің бітірген сон 1928 сенесі Шамиль Алядин Ақмежит шейрінде педагогика техникумында ве педагогика институтында тіл ве эдебият бүліклерінде тәсіл алды. Мында о келечекте мешур олажақ Зиядин Жавтобели ве Керим Жаманақлынен таныш ола. Бұндан сон Шамиль Алядин Москваның эдебиятшынаслық институтының ғияби бөлігінде студент ола. 1932 сенесі оның топрақ күлді, көк күлді, ilk шиiрлер китабы дүния yüzüne көре. Шамиль Алядин институттан сон Украинаның Старый Константинов шиірінде Қызыл казаклар полкында арби хызметте bulundu. Sonra o genç delikanlı bir romantik yigiti sıfatında Özbekistanға кетіп, анда çırçık kuruculığında ekskavator машинисті olup çalıştı. Шамиль Алядин 1939 сенесі Қырымға қайтып, та 1941 сенесі июнь 26-ға қадар Қырым yazıcıları Бірлігінің Месул кетібі вазифесінде фаалиет көстерді. Екінші Жиған Женкінің бірінші күнінден о жебеге кетті. Июньнің 26-сында Фатма мені Ақмежит вокзалына қадар озғарды. Қалабалық олған перронда бірі-біріміздің елеріні айырмайып тұтайдық. Мен мында оның менсіз насыл яңғыз қалажағыны түшіне едім. Чүнки яқын заманда баламыз доғылмасы керек еді. Біз екіміз де айнен бұны түшіне едік. Амма іч біріміз бұны көстермемеге тырышты. Бақышларымыз қаршылашқанда бірі-бірімізді рухландырмақ үшін күле едік. Мен söz tapamayıp aynı şeylerini tekrarlaydım. Rahatsızlanma. Her şey yaxşı olacak. Her şey yaxşı olacak. Cenk'te взвод ve eskadron komandiri olarak o Cenk'nin sonuna kadar uğraştı. Jebe yıllarında defalarca ağır yaralanған ve tesadüfen sağ қалған Шамиль Алядин 1944 senesi Ақмежитке қайта. Анда о Cenk müddeti devamında Kırımға zarar ketirілігіні sayған комиссия азасы ола. Sürgünlükten bir kaç gün evvelisi Алтуштағы iş için kete. Қайтқанынан ise ailesini endi tapıp olamay. O vakit ise iz etkenlerini şair Yavaş Tsar и Бог деген повестінде aks ете. Повесть бүтін Cenk'ni keçip evге қайтқанынан ailesini болмаған әскерлерінің hikayesini anlata.
Асылында бұл Шамиль Алядиннің кендісінің икәсідір. Енді қач күнден берлі мен арби эшелонда кетем. Женг биткенінден сон садеже ярым ел кечті. Пенжерелер о күнден яралы, қаврулған, санки чечек хасталығына оғрап артындан чуқырлар пейда олған топрақ. Üzerinde ise тотлы демір теллері олған диреклер кечеді. Аман-аман эпосы станция биналары бомбардыман нәтижесінде йықылған ве яңғын излері бар еді. Амма перронларда инсанлар бақытлы көрінеді. Қадынлар ренклі антерлер киген. Аяқларында олған қаба чизмелер біле оларның зарифлігіні ве 4,5 yıllık женг девамында бізім көрмегеніміз дүлберлігіні бозмайды. Мен евге қайтқан аскер ве офицерлерінің вагондан шығып, яқынлары ве балаларына сарылғанны көредім. Бұ ань боғазымда бойук бір ағыры пейда олайды. Оны не бекли, Фатма оны қаршыламаға келмейджек ма? Деген суаллерні есерді Шамиль Алядиннің қараманы өз-өзіне бере. Штаб идаречесінден ишеткенім доғыру ма ажиба? Қырымда сезінтлері yok, Орта Азияға кетіңіз деген еді. Насыл етіп олмас, бұна инанмақ мүмкін ма? Бұйле фикерлерінен есер қараманы ватаны Қырымға кетейді. Язычы бұл үслеріні есерінде бұйле тасвірлеп яза. Бұл фікірлерден көңлім бұзлап қалайды. Мен отырып пенжереге бақайдым. Ичкім сенен лафи етмей, суалерге жауап бермейдім. Купедеге қомшыларым ғалиба менім я сағыр, я да ақылдан азғын олғанымны тұшынеді. Менім көзлерім өгінде инсанлар яқынларына, апайларына сарылып, көз яшлар ақытып, бұндан ич утанмайдылер. Мен бұларға бақар екенде көзлерім толайды. Ve her şey туманда olған кебі көрінеді көзіме. Шамиль Алядинні қараманы пек uzun yol кече. Меркезге яқынлашқанымен инсанлар чоқлашайды, деп яза Шамиль Алядин. О yolda кеткен инсанларының yüzіне бақайды. Yolda rast келген инсанларға Фатма ве баласыны сұрап жагдып түшіне екен. Ода баласы оғлан ма, қыз ма олғанын білмеді. Yok, bu insanların episi men üçün yabancı edi. Men bu insanlarını bundan evvel hiç көрмеген edim. Men olarını sokaklarımızda көрмеген edim. Bir semeddешім, bir Kırımlı yok edi. Sanki dersin Kırım degildi, başka bir yerde edim. Есер қараманының айлесіні ивенді болажағы үмітлері тезден бош чыққа. Шамиль Алядиннің қараманын тағдиріне бензеген аскерлерінің миғдары бір чоқ еді. Мен рота идаре еткен құмандан едім. 2 defa яраландым. Бірінші кере пек ağır яраландым. Екінші кере біраз қолайжы еді. Хастаханелерде тедавилендім. Душман ортасында қалып, чатышмаларнен кенді сафларымызға кечтім. Шимали Донец жварларында боғыла едім. Бомба түшкен ат ақырындан айванларны құртарғанда яндым. Ерше oldu. Ama епісі кечміште қалды. Ve şimdi мен мындам, турам ve туған evimнің қап-қаранлық пенжерелеріне бақам. Ақмешжеті қорынтасыны тапа алмаған Шамиль Алядин семеддешлерінің сүргін етілгене Орта Азияға кетті. Анда ол Чинабатта ачылықтан аман-аман өлген өмір арқадашы ве қызы Диляраны тапа. 1953 сенесі март айында Сталин оле. Сүргіндікке оғыраған Қырым татар халқының евіне қайтмақ үшін үмітлері пейда ола. Қырым татар милли әрекеті инкишаф етмеге башлай. Қырым татарлар евіне қайтмақ ве милли мұқтариет құрылмасы үшін талапларыны сеслендіре. Elbette Шамиль Алядиннің биографиясында милли әрекетті айры ерне ала. 1950 yıllarında başlanған милли әрекеті шайыр бұйық рөліні ойнай. Шамиль Алядиннің де bulunғаны 5 Қырым татар коммунистінің мектебі. 7 сентябрь 1956 сенесі ЦК КПСС президиум азаларына yollanıldı. Мектепте Қырым татарларының evine қайту ве Қырым мұқтариеті ғайрыдан тезелу суалдері көтерілді. Мектепте бөле yazılған еді.
КПССнын 20 топлашуында Лениннин милли суаллері боюнча васиети ВЦК КПССнын кишилик культу нетижелеринин yok этилүүгө эле баглы карары киби тагдим этилген тарихий весикалардан соң биз али да не үчүн Совет бирлиги ватандашларынын садыжы милли алиметлери себебинден Кырымда жашамага изин берилмегенини аңламайбыз. Чүнки анда келген Кырым татарларындан yerli мемурий хизмет хадимлери Ярымаданы 24 саат ичинде терк этмеге талап эти. Бунян берабер биз шымды МВД органлары Кырым татарларындан Кырымга кырыш ясагы эле баглы весикаларны не үчүн талап эткенини ve эгер Ярымадада булунган малындан вазкечмесе паспорт бермейжегинен не үчүн коркутканларыны аңламайбыз. Буларнын эпосы Кырым татарларынын аклары али да сыңырланганы акта фикирге этери. Биз тезден КПССнын 20 топлашуында алынган карарлар ve милли суаллер боюнча Лениннин васиетине эсесланарак Кырым татар халкынын суаллери чезилмесини талап этебиз. 1980-1985 сенелері Шамиль Алядин Йылдыз мечмуасының баш муаррири oldu. Шамиль Алядин тахминен 70 эсер язды. Оларның чокусы башка тилерге тержиме етілген. Ижадында фарклы ерні 1979 сенесі язылған Иблиснин зияфетіне Давет китабы ала. Китапнын баш караманлары белли марифчи Исмаил Гаспринский, Оджа Усин Шамиль Тоқтарғазы. Бунин егер севсен рүзгардан саланган фенерлер кибі романлары, Ешіл япынжалы қыз ве эльмас икәйлер ве повестлер жиынтықлары дүния юзыны көрді. Шамиль Алядин жен келе бағыл бір чоқ шерлерді язды. Буюк калем сайбы Шамиль Алядин 1994 сенесі Кырымына кайты. О ватанында Тугайби серлевалы тарихи роман үзеринде чалашып башлады. Ләкин сынына чыгып оламады. Улуу шайыр ве язычы Ахмежит шээринин Абдал мезарлыгында дефн олунду.